Біз бүгін өмірдегі өнер өрнегі жобасы аясында Жамбыл облысының сәулетті жерін таңбалап, мөп-мөлдір көздің қарасын тараздан ғана табасын деген жанрды қалыптастырған фототілші Алтынбек Болатұлы Қартабаевпен сұхбаттасатын боламыз. Алтынбек Қартабай облыстық Арай жастар газетінің фототілшісі, 25 жылдан бері осы басылымда еңбек етіп келеді. Бүгінде халықаралық, республикалық байқауларға творчестволық еңбектерін ұсынып, жүлделі орындарды иеленіп жүрген кәсіби фотограф. Жалпы фотография саласында бірінші қалторамен келдім. Қалторамен келдім. Бала кезде ма? Жоқ, 30-дан асқан кезде. 30 асқанда қалторамен келдім. Кейін арман болды, қиялдар болды. Содан кейін 2005 жылы газет кірген кезде, Осы жастар Арай газетіне кірген кезде Болат аға, Болат деген сол кісі фотографияның профессионализмге қарай жылжуыма көп көмектесті. 10 жыл уақытымды ізденіспен жібердім. 10 жыл уақытымды ізденіспен жүрдім. Сол 10 жылдан кейін барып, мен уже өзім жолыма қарай шықтым. Мысалы, мөп-мөлдір көзге қарасып, табиғат бар. Қазір қасыма келген балалар енді жақында ғана осы 2-3 күн болды. Фотоклуб, 3 күн деген фотоклуб аштық. 10 шақты бала жиналды қазір жастардан. Соларға да айтып отырмын, қасыма келгенде әрден келген алма бір бағытқа қарай шығу. Сол бағытқа шыққан кезде уже сен ары қарай жылжисың. Бірақ барлығы еңбекпен келеді, ізденіспен келеді. Фотограф деген ол адам фотографтың көзі көру керек. Сонымен идея болу керек, ой болу керек. Идея, мергендік болу керек. Алдында көрген кезде осы жерден кадр шығады деген секілді болу керек. Қай жерде қалай кадр шығады деген секілді. Келіншегім айтады, сенің бірінші ойың жұмыста тұрады деп. Мен әлі осы уақытқа дейін елдер айтады, күндіз-түні жұмыста жатасың деп. Солай болды. Еңбектенбесең, бұндай нәтижеге жете алмайсың. Жақсы. Еңбегіңізге табыс. Осы жерде біз кітапханадан келіп отырмыз. Кітап оқисыз ба? Оқимын. Ақын жазушылардың кітабын оқимын. Ана ақындардың өлеңдері шабыт береді ғой фотоаппарат. Әрине. Бәрекелді. Рахмет, сәттілік.